Мынаны бүйтіп бірінші өстіп айтамын деп едім ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін ерекше бір сұхбат болғалы отыр. Менің қолымда «Жарық сәуе» дейтін кітап бар. Көпшілігі сәуені білмеуі мүмкін, немесе көп қолданбайды. Ерекше мағынадағы 70 жылдан кейін өмірге келген осындай туынды. Бұл кітаптың авторы таластың аңғарынан шығып, алаштың талғамынан танылған ерекше ақын. Ол кісі жалпы айтыс өнеріндегі ерекше дарын деп айтуға болады. Шоу айтыстың ең алғашқы негізін қалаған, «Ей, ағайын» деп бастайтын шумақтары талайдың көңілінен шыққан. Айтысқа тігілген алғашқы тұлпарды да, айтысқа тігілген алғашқы көлікті де сол кісі алған еді. Ол Шорабек Айдаров. Ол кісі менің қасымда тұр. 70 жыл өміріндегі жарық сәуе болатындай туындыларды осы кітапқа жинақтап жазған екен. Міне осы кітапты бүгінгі сұхбатымызға арқау етіп отырмыз. Бұл кітаптың дүниеге келуі, ішіндегі жазылған құнды дүниелер нені меңзейді? Ағамыз бірімізге ата, бірімізге аға болса, енді жастарға үлгі тұлға деп айтар едім. Енді осы кітап жайлы Шорабек Айдаров ақсақалымыздан өзінен сұхбат құрып, сұрасақ деп осы жерге жиналып отырмыз. Енді бұл кітапты «Жарық сәуе» деп қойыпсыз. Неге «Жарық сәуе»? Және бұл кітаптың осы атаудың сіздің өміріңізбен байланысы қандай деген алғашқы сұрақ қойыңызшы. Бұл енді менің алғашқы кітабым. Атын «Жарық сәуе» деп қойдым. Енді «Жарық сәуе» дегенді көп адамдарға тараттым ғой бұл кітапты. «Жарық сәуле» деп оқиды да. «Жарық сәуе» деп. Соған енді ойыма бір оқиға түсіп кетеді. Біздің бір бауырымыз ауырып больницаға жатқан ғой, ауруханаға. Содан отау өтеді, бір-екі күн тамақ ішпейді, қарын ашады. Сол енді аурухананың тамағы оның асқазанына қолайлы емес екен да. Сондықтан ол суп ішу керек екен, суп. Содан інісі келеді. Сол не әкелейін дейді ғой. Маған суп әкел. Басқасын керегі жоқ дейді. Ертеңіне жаңағы інісі кеп тұр дейді. Жаңағы бір-екі бакалашка су алып кепті да. Мынау суың не? Суп қайда? Маған су әкел деп айттың ғой деп. Сол сияқты жаңағы сәуле деп оқып жатыр ғой. Өйткені жаңа өзіңіз айтпақшы, сәуе деген сөз қазір қатты қолданбайды. Мен енді жаңағы аймақтық сөздіктерден қарадым. Сөйтсем жаңағы мына Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы дейміз ғой. Сіздің туысқандар тұратын жер. Солар жаңағы ақыл, сана деген ұғыммен қабылдайды екен сәуені. Ал енді мен тұратын жақ, Жамбыл облысы, енді Шу ауданы деп жазыпты, мен енді арттыласамын ғой. Егер мына табиғи құбылысқа байланыстырып, таңның сәуесі деген сөз бар екен ол жақта. Енді бұл сәуенің мағынасы өте көп екен. Қарап шықтым ғой мен. Мысалы, жақында Казгүлде ұстазым болған Қоянбек Ахметов деген кісіге жолықтым. Ол сәуені мейір шапағат деген ұғым береді деп айтты. Ал енді мынадай сөз бар. Сәуесі тиіпті, тимепті деген. Сәуесі тиме. Біздің елде Нарша Қаршақанов деген керемет ақын өтті. Соның алғашқы өлеңдерінің бірінде бүйтіп анасын арнаған өлеңі ғой енді. Сонда бүйтіп айтқан, жазған. Ұлың едім көп сенген, көрмеген оттан именіп,
жігіттікке жетсем де сәуем саған тимеді деп келеді екен. Bir жерде де жаңағы жақсылық деген мағынаны беріп тұр ғой саған, пайдам тимеді деп. Енді қариялар біздің жас кезімізде жарық сәуе деп отыратын. Бұл жарық сәуе деген жарық дүние деген сөз екен да. Енді осындай, енді оның мағынасы көп айта берсек. Енді соған енді, бірақ маған енді ең қажетті мағынасы мынау еді. Бұл адамдардың санасына сәуе түсіру. Яғни адамдарға бір ой салу деген мағынада қолдандым ғой жарық сәуе дегенде. Онан кейін мінекей мына қандай қараңғылық болса да сәуе келсе сіздің жүзіңізді, тұлғаңызды арайландырып, сол ажарыңызды ашады екен ғой. Дәл осылай. Мұқабасы да дәл сол атауын меңзеп тұр екен ғой арасында, жарқырап. Енді жаңа айтып қалдым ғой, енді бұл атаудың сіздің ішкі әлеміңізбен байланысы қандай енді? Ішкі әлем, мысалы өз басым, енді адамның өмірі өсе келе өзгереді екен ғой, өмірі және ойы, пікірі деген сияқты. Сол енді менің де жаңағы ойыма өзгеруіне талай адамның сәуесі дейді ғой. Менің санамның саңылауына сәуесін құйып жіберді да. Енді ішкі әлем солар нұрландырып сәулелендірді. Енді осы бойынша енді менің жан дүниемде қаншалық байлық бар, соны халыққа жеткізгім келді ғой. Енді мына кітаптың ішінде айтылған екен, Мұхамеджан Тазабек дейтін ақын бауырыңыз, бірімізге аға, енді бізге ұстаз. Сол кісі былай деп айтқан екен, өлеңі өзінен айнымайды, және өзі де өлеңінен айнымайды депті. Өлеңмен өміріңіздің үндестігі сіз үшін қаншалықты маңызды? Енді ол былай ғой, мысалы, өзі өмірде бір басқа, өнері, өлеңі бір басқа адамдар бар да, талант иелері енді. Бірақ өзінің жан дүниесіндегі жатқан көптеген қолайсыз нәрселерді жасырып қалады да, өзінде жоқ жақсы бір нәрселерді жазады да. Бірақ бұл енді оқырмандарды сендірмейді деп ойлаймын да. Енді мынандай бір оқиға. Бір елге сұрау салады, бір елде ғой енді. Кім маған зебра әкеп береді? Егер зебра әкелсе, мен пәленбай доллар ақша төлейін дейді ғой. Сөйтсе ол елде ол зебре деген иісі де болмайды деген шаңы да. Тұяғы тимеген ғой жүрген. Ана бір Африкадан ба бір жерден алып келу керек, ол мүмкін емес. Содан енді бірақ анау ақша көлемді ақша. Оны қалай алу керек? Содан бір ауылдың жігіттері ойланып отырып соның шешімін табады ғой. Сөйтеді ешек тап келеді. Сөйтіп ешекті алағып бояйды. Сөйтеді жаңағы мінекей зебра деп жаңағы жерге алып барады ғой. Сөйтсе ойпырмай ма, зебра ма деп олар да күдіктеніп. Енді ақшасын берейін деп тұрған кезде ешек ақырып жібереді ғой. Сөйтіп ол зебра емес ешек екенін анықталады да. Енді жаңағы біздің айтып отқан ақындарымыз мысалы, жаңағы өздерін сол қаншама сыртын ішін бояп көрсеткенмен, ол бәрібір халықтың алдына барғанда оның шын кейпеті анықталмай қалмайды да. Сондықтан жаңағы мен өзіммен неге өлеңім айнымайды дейді. Өйткені мен жан дүниемде не бар, соны ғана жаздым да. Жан дүниемде жоқ нәрсені мен айтуға талпынған жоқпын. Жаңа Мұхамеджан бауырымыздың айтып отқан осы шығар. Бәлкім, иә. Енді ақындық мұрат дегенде өзіңіз қалай түсінесіз? Сіз үшін ақынның басты мақсаты қандай? Сіз өзіңіздің ұстанымыңыз қандай? Және ақындық ұстаным қалай болу керек? Өйткені Құранда да арнайы шұғара дейтін сүре бар ғой, енді ақындар деп те келтіреді. Соған бір ойыңызды айтсаңыз. Енді дұрыс айтасыз, әр ақынның өзінің ұстанымы, мақсаты, мүддесі, мұраты болу керек те, әр ақынның. Енді мақсатсыз дүниеде ештеңе жасалмайды.
енді қазір мына дүние жүзінде дүрбелеңді естіп біліп жатырмыз ғой, мысалы Иранды Израиль мен ақш бірігіп алып бомбалап жатыр. Осында мақсат не деген сұраққа Трамп басында бүйтіп жауап берді. Ол жерде жаңағы атомды өндірмеу керек, сол атом бомбасын жасауға біз жағдай бермеуіміз керек деп. Содан біраздан кейін айтты, жоқ, ол елде жаңағы не басқару системасы дұрыс емес. Ол жерде молданың шариғатымен басқарылып жатыр. Ол демократияға қайшы. Сондықтан ол жердегі жаңағы билік иелерін жойып, біз басқа билік екеуміз керек. Система орнатуымыз керек. Басқа режим орнатуымыз керек деді. Тағы біраз уақыт өткеннен кейін жоқ, ол анау жаңағы халық деген жерде мұнай көп, соны біз алуымыз керек деп. Бұл жерде енді мақсат негізі толық айқындалмай тұр ғой. Ал енді ақынның мақсаты айқын болу керек. Айқын болғанда енді мысалы менің өзімнің мақсатым не? Өлең жазғандағы. Өлең жазғанда менің мақсатым негізі басында ойлағам, өмірді өзгертемін, соған үлес қосамын деп. Ал енді өмірдің өзгермейтініне көзім жеткеннен кейін, ең болмаса жақсылықтың жақындауына кішкене септігі тигізсем, одан кейін мына біз қазақы болмысымыздан ажырап кетіп баратырмыз ғой. Сол қазақ қалпымызды қайттан тапсақ, ұлттық дағдымызды, ұлттық жағы сенімімізді қайттан дүниеге әкелсек, соған септігіміз тисе, әйтеуір жағы жақсылыққа үлес қосып, қазақтың қазақ болып қалуына, содан кейін жағы біздің ертеңгі жастарымыз сол бақытты өмір сүруіне бір негіз боларлық жағдайға үлесімді қоссам деген мәселелер ғой. Енді толықтай сол ойыңызға жете алдыңыз ба? Мен енді толықтай жеттім деп айта алмаймын. Өйткені жаңағы көптеген енді ойымды бұлай жарық дүниеге шығара алмадым. Көңілдегі көрікті сыртқа шықса өң қошады дейді ғой жаңағы. Сол сияқты бір жағдайлар бар. Екіншіден сол өзім жазған сызғаным өзім жарыққа шығара алмадым. Сондай жағдайлармен мен өзім жаңағы толық мақсатыма жеттім деп ойламаймын. Енді бұл алғашқы көлемді туындыңыз ғой. Бұған дейін де шығаруға мүмкіндігіңіз болды. Неге енді ғана шығарып отырсыз? Енді мына мен көптеген ақын достарым болды. Енді ақын болғанда оның бәрі сұрапыл ақындар екен ғой, ойлап отырсам. Мысалы Есенқұл Жақыпбектің жан досы болдым. Серік Томановтың жан досы болдым. Нарша Қашағановтың жақсы көретін бауыры болдым. Енді солардың жанында жүріп, мен де өлең жаздым. Бірақ алалардың өлеңімен өз өлеңімді салыстырып көріп, өз өлеңіме көңілім тола бермейтін да. Сондықтан мен өлеңдерімді бұлай жарыққа шығаруға аса құлықты бола қойған жоқпын. Енді бұл сылтауда болуы мүмкін, өйткені мен жалқаулығым және бар. Мысалы енді бәрін көріп біліп жүрмін ғой. Мысалы Есенқұл Жақыпбек бір қатты қиналып ауырып қалды. Сонда жаңағы Серік Қалиев деген досым бар ғой мысалы. Сол Серік Қалиев жаңағы бір жаттығулар жасады да, әйтеуір жаңағы тілін келтірді ғой. Сонда Есенқұл өліп қалам деп ойлады ғой. Сондағы айтқан сөзі, менің өлеңдерімді сендерге аманат, мен өстіп олай бұлай болып кетсем, мен өлеңдерімді жарыққа шығаруға, оны жинауға атсалыстырыңдар деп өтініш айтып кетті енді. Ең соңғы сөз. Бірақ ол тірі қалды ол жол. Одан кейін енді мен бірақ енді өлеңімнің аса сорлы емес екенін айтқан азаматтар болды. Мысалы Серік Қалиев, ол да бір керемет ақын, енді оны жеке бөлекше айтуым керек. Сол ақын бауырмен қайсып кетті. Сол ақын бауырым, сенің өлеңдерің халыққа керек.
соны жинақтап өлең қылып кітап қылып шығарып иә кейін өзің өліп кетсең сен сол өлеңдеріңді анан мынаны жинап біз болдырамыз ғой, шаршаймыз ғой. иә Сен өзіңді көрсетгенде соны жасап кетіп жүріп өзі қайсы болып кетті. иә Иә, сөйтіп жаңағы өз өлеңімді өзіме аманаттап кетті былайша айтқанда. иә Одан кейін Нұртай Үркімбаева деген атақты журналист қыз бар, қыз дейміз ғой енді менімен қатар кісі. Сол маған бір қомақты ақша жіберді. Бұл не десе, сенің өлеңің шығару керек жарыққа. Но соның алғашқы соған жұмсалатын қаражат болсын деп жіберіп жатыр да. Одан кейін менің ана прокурор ардагері Әбирбек Қонысбаев деген досым бар, бала кезден бар досым бар. Жазушы қазір, әжептәуір. Сол бүйтеді да, кітабын алып шығармайсыз. Елдің бәрі шығарып жатыр. Енді ол бір қатты айтатын сөздер бар. Иттің иті қая шығарып жатыр деп. Сен оның алдында аттылы кісісің ғой? Иә. Неге шығармайсың деп. Содан мен сылтау іздеймін ғой енді былай, айтам ғой. Менің өлеңдерім жинақталмапты деп. Сөйтсе айтады да, сен қанша өлең жазғанын білмеймін. Менде сенің бір кітапқа жетерлік өлеңің жинақталып тұр дейді. Мен сені жинап жүрмін осы уақытқа дейін деп. Одан кейін бір Біләл деген бір досым бар еді. Сол үлкен бір мекемені басқарып тұрды, солардың өзінің баспаханасы бар еді. Кітаптарыңды әкел, мен шығарып берейін деген кезде соны апармадым ғой. Кейін сол апарсам апарайыншы деп жүрген кезде ол қызметінен босап кетіп қалды. Өстіп жүріп жаңағы шегіншектей бергем. Сөйтіп енді былтыр мен 70 жылдығымды Жамбыл облысы атап өтпек болды. Сол күні атап өтпейтін болып қалды. Соны енді жаңағы кітабыңды басып береміз. Сол кітабыңды әкел деді. Содан апыр-топыр жаңағы кітапты дайындадық қой. Сөйтіп тағы да олар сөзден тайқып шығып, кітапты ақыр айналып кеп, жанашыр жандар арқылы өзіміз шығардық. Жаңағы уақыты осы кезге келіп тұр екен деп өзі. Қанша мүмкіндік болды, қанша адам ұсыныс тастады, айналайын міне бастамасы деп қаражат аударды деп жатсыз. Десе де, жаңағы пісіп жетілгені осы кезге дөп түсіп тұр екен. Әр нәрсенің өзі қайыры бар дейді ғой. Бірақ енді оған өзіңіз іштей бір қабат деген ай деген болмай ма? Не жөнінде жаңағы? Жаңағы осы уақыт ертерек шығаруға мүмкіндігім болды ау деп. Жоқ, деген ай болады екен. Енді өткен өмірге күні болмайды ғой. Бірақ қап деп қалатын сәттер болады екен. Мысалы, мен бұрын кітабымды шығарған кезде, мен ол кезде менің өлеңдерім қолымда толық бар еді. Мысалы, жаңағы Әбирбек жинап жүртетін ғой. Ондағы жоқ қой өлеңдер өзімде бар еді ғой ол кезде. Кейіннен мысалы санап отырсам 21 үйге көшіп қоныппын да осы өмірімде. Басында жаңағы ауылда тұрдық, ауданның орталығы Ақкөлге бардық, Ақкөлден жаңағы облыстың орталығы Таразға бардық, одан жаңағы республиканың орталығы болған Алматыға келдік. Сөйтіп жаңағы санап отырсам соншама жерде тұрып шығыппын. Соншама көші-қон болды. Сөйтіп жүрген кезде талай дүние қалды ғой. Мысалы жаңағы соңғы мына Тараздан көштік қой. Соның шатырында менің әжептәуір архивім қалып кетіпті. Ол мына келген кезде бірақ еске түсті. Сол қазір іздеймін ғой жаңағы. Жоқ, табылмайды. Ал енді ертерек шығарсам соның бәрі жарық көретін еді ғой. Қабет деген ай. Енді өлең деген ақын үшін бір өзінің туған баласындай ғой. Сол жазылған еңбектердің жоғалғаны әрине ол өкініш. Өкініш, Енді осы жерде айта кетейін. Өмірде адам өз түсінбейтін небір нәрселер болып тұрады екен оқиғалар. Мысалы, мен «Қазақ қаны» деген поэма жаздым. Оның өзі басталысы қызық. Жаңағы неге анализ алып сердім ғой мына жақтан. Тамырдан. Содан мен өзім ойлаймын ғой, қан деген ол қызыл болу керек. Ал жаңағы алып жатқан қанға көзім түсіп кетіп еді. Сөйтсем ол қан қап-қара. Соны есімнен танып қаппын. Соған мүсәтір дейді ғой, соны ескеріп жатып бәрін неғып келді.
Есің жинадыңыз. Соны қан туралы мен ой қуалап кеттім ба. Иә. Сол ол кезде мына жаңағы желтоқсан оқиғасы болған атақты біздің қазақты қырып салды ғой енді сол ойда. Сонымен байланысып кетті да. Соның арасында мысалы біз жақта жаңағы Байқадам Қашқынбаев деген кісі өткен енді. Сол Байқадам Қашқынбаевты мына көтерілісшілер өлтірген ғой. Ал енді оның тарихы маған неге жақын болады? Өйткені сол ауданды сол кезде біздің аталарымыз басқарған екен. Мысалы Сары деген атамыз начальник милиция болған жерде. Сол көтерілісшілер келеді, сол атамызды ұстаймыз деген көтерілісшілер ол кісі ұстатпай арғымақ атына мініп қашып кеткен. Бірақ өзінің жаңағы әйелі апамызды қазанның астына төңкеріп, қазанның астына жасырып кеткен ғой. Енді қан деген мәселе бар ғой енді, жаңағы қазақ қаны деп тұрмын ғой, қаяқтан шығады. Сол кезде жаңағы бір Керімбай деген кісі болған, сол жаңағы Байқадамның есепшісі ме бірдеңесі екен. Сонымен Байқадамды ұстап алады, сөйтеді жаңағы өзен жағасына ағып келеді. Сол кезде Керімбай олардан қашып барып, сол жаңағы өзеннің жары бар ғой, солда бір кішкентай үңгірі бар екен, сол жерде тығылып отырады. Соның тура үстінен жаңағы Байқадамды көтерілісшілер бауыздайды ғой, кәдімгідей. Сол кезде жаңағы қан шапшиды ғой жаңағы. Шапшып зың етіп жаңағы нені осып түсіп жатыр дейді да суды. Сонда енді жаңағы Керімбайдың айтатын бір сөзі бар екен. Мен адамның қаны мұншалықты көп болады деп ойлаған жоқпын дейді. Әлі ағып жатыр. Сол енді менің айтайын деген ойым, сол қазақтың қаны соншалықты көп болды, бірақ сонда таусуға жақындады ғой қазақтың жаулары. Деген оймен сол қазақ қаны деген поэма жазған ғой. Сөйтіп өзінің жаңағы жазған сызғанымды сақтайтын шемадан деген болатын ол кезде. Соған салып жүргім, бір күні сол үштігілі жоғалып кетті. Қазақ қаны. Шемадан емес, ішінде жаңағы қазақ қаны деген поэма. Басқасының бары бар? Басқасы бар. Бірақ сол жоқ. Енді осы сияқты мысалы талай нәрсе жоғалды, талай нәрсені өзіміз жойып жібердік, жаңағы өзіміздің ұстауымызға тура келмей. Ал енді ертерек кітап шығарсам, сол қазақ қаны кіріп кетер ме еді сол кітапқа. Оның қанша уақыт жазылған дүние ол? Мен бір қызық айтайын. Сол күні әлі есімде бар, үйдің ішін әктедік. Сол күні кешке жағын шай ішіп отырып, қазақ қанын жазуға отырдым. Сол қазақ қанын жарына дейін жазып тастаған ғой бір түнде. Сол күні қалған 2-3 күнде жаңағы ұйқылы ояу болып жүріп, енді бір күн ұйқы қалмаса адам меңзең болады ғой. Сол қалғанын пісіріп, деп дем алған ғой. Сондай болды. Қатты деген. Қайда кетуі мүмкін деген? Соны әлі күнге дейін жұмбақта осы ма. Қызық, Ол жерде не айттыңыз? Жаңағы айтып отқан оқиғалар. Солардың барлығы кірді. Барып ой түйдік қой. Әттеген-ай дейтін дүние ақырын қопара берсең көп болып кетейін деп тұр ғой. Соны әкеп жаңағы алаңдағы қанды оқиғаға әкеп тірейін ғой соны. Енді ары қарай қазбалағым келіп тұрған жоқ, қазбаласақ. Сіз мына студиядан қап деп өкініп шығып кететін сияқтысыз. Десе де өкініш емес, Аллаға шүкір, кітаптың шыққанының өзі берекет қой. Енді кітаптың ішінде арнау көп екен. Оның сыры неде? Арнау мақсат не деп те айтуға болатын шығар енді. Бұл жерде мен бір мысал айтқым келіп отыр. Бір бала болған екен. Соған әкесі жаңағы түрлі түсті карандашдар әкеп береді екен. Сол ала салысымен ең бірінші ақ түсті қалам бар ғой. Соны алады екен, лақтырып тастайды екен. Неге оны лақтырып тастайсың? Демей ме?
сөйтсе бала айтады дейді, бұл ақ түс ештеңеге жарамайды. Мысалы, боясаң, көрінбейді. Содан кеп қара түске өткен қалам бояйын десең жұқпайды оған. Сол оны не қыламын дейді екен да. Сол енді бала кейін ойланыпты да. Сөйтсе жаңағы ақ қалам, ақ түсті ақ қалам деген нәрсе, ол шыншылдықтың, пәктіктің, адалдықтың символы екен да. Ол жаңағы ешкімнің жаңағы түрін түсін бояп, мынау нені шындықты бұрмаламайды екен. Содан кейін өзінің қалпын сақтайды екен. Сөйтіп өзі жаңағы өз өңін өзгертіп, өзге нәрсеге айналмайды екен. Сондай екен да. Содан кейін жаңағы енді былайша айтқанда әділдіктің, жаңағы пәктіктің символы деп тұрмыз ғой. Мінекей өмірде сол сияқты қаншама адамдар бар. Оны біз керек қылмай қалуымыз мүмкін де, жаңағы ақ қалам сияқты. Оны жақын тұтпауымыз мүмкін жанымызға. Бірақ сол адамдардың қадір қасиетін біз енді ақын ретінде бағалап, соларға арнау айтуға мәжбүр болып қалады екенбіз да. Небір адамдар бар ғой, халықтың арасында жүрген. Небір адамдар бар. Енді мен тағы да бір айтатын нәрсем, адамды енді 100% жақсы адам болмайды ғой. Бірақ кімнің жақсылығы жаманшылығынан көп, соны жақсы адам дейміз. Кімнің жаманшылығы жақсылығынан көп, оны жаман адам дейміз. Ал мен осы жақсы адамның жақсы кейпетін, бейнесін жарнамалағым келіп тұрады да. Ал оның жаңағы жаман жағына барғым келмейді. Өйткені жаман жағын айтатын қазір мен сізде адамдар толып жатыр мысалы. Тек қана адамның кемшілігін ғана қазбалайтын адамдар көп. Тіпті жаңағы сол кемшілігін асырып айтатын адамдар көп. Тіпті ол олма жақсылығының өзін жаманшылыққа айналдырып айтатын адамдар көп. Сондықтан мен осы адамдардан жақсылығын іздеп, жақсы жағын жазғым келгендіктен арнау өлең көбейіп кеткен ғой. Енді жаңада сіз сөзіңіздің басында айтып қалдыңыз ғой. Енді содан шығатын тағы бір мынандай сұрақ бар да. Өлең арқылы өмірді, қоғамды өзгерту мүмкін бе? Жаңа бір сөзіңізде өзгерте алмайтыныма көзім жетті деп қалдыңыз. Ал бірақ жаңа жақсы адамдардың жақсылығын насихаттау арқылы, оған арнау жазу арқылы осы кітабыңызды көркемдеп отырсыз ғой енді. Енді сол адамдар арқылы да адамға бір қоғамға өзгеріс енгізе алу мүмкін бе енді? Енді бірден айтатын нәрсе, мынау өлең арқылы жаманшылықты жайпап жойып жіберем деу енді менің ол бала кездегі қиялым екен ғой шын. Бірақ өлең арқылы жамандықты алыстатып, жақсылықты жақындатуға әбден болады екен да. Енді ол тарихтан айтуға болады. Мысалы, Абай атамыз өз кезінде жалғыз өзі жамандықпен күресті. Жалғыз өзі надандықпен күресті. Сөйтіп өзі талай маңдайы тасқа тиді, таяғы жеді деген сияқты ғой енді. Енді сонда біз бүйтіп ойлауымыз керек па? Абай, яғни жамандықтан айқазбы, шайқазбы жеңіп қалды деп. Бүйтіп айтуға хақымыз жоқ екен. Неге? Өйткені сол Абай атамыз өзінің өлеңімен бет бұрыш жасап, соңғы мынау халыққа, елге, жұртқа өзінің қайран елім, қайран жұртым дейді ғой мысалы. Соларға қалай өмір сүру керек екенін жаңаша үлгісін жасап, онан кейін оларды жаңағы адами болмысын сақтауға қалай әрекет ету керек бәрін көрсетіп кетті ғой енді. Сол нәрсесі бүгінгі дейін мұра болып қалып отыр да, бүгінгі дейін. Сөйтіп ол үлкен жаңағы, мысалы, қазақы болмыс дейміз,
адами болмыс дейміз. Сол кезде біз жаңағы абайды айналып өте алмай қаламыз да. Абайдың сөзін сесатаға келтіреміз мысалы. Сол сияқты жаңағы абай дәл өз кезеңінде жеңіске жетпегенмен, ол өзінің өзінің халқының жарқын болашағы, кемел келешегі үшін үлкен іс тындырып кетті. Жаңа халықтың өзгеруіне көп септігін, сәуесін тигізіп кетті деп айта аламын. Енді Абай атам сол кезде оның жазған шығармаларының дәл осындай дәріптеліп кететінін білмеді ғой? Білмеді. Сол сияқты бүгінгі сіздің жазған кітабыңызда ертең қандай дәрежеде оқылатынын біз білмейміз, бірақ қолдан келгенше әрекетімізді жасаймыз ғой, кез келген адам жасайды. Енді бұл да сондай бір қолдан қолға тимей оқылатын, дәріптелетін кітап болсын деп біз енді үміт етеміз. Алла тағала сол күнге жеткізсін. Енді мынадай бір сөз, қағида деп айтуға болатын шығар. Ұялтпау үшін келер күн деген қағида. Осы шығармаларыңызда, осы кітабыңызда қалай көрініс берді? Енді жаңағы бірінші жолын айтып кеттіңіз ғой. Ұялтпау үшін келер күн пәктікті сақтау бір міндет. Айдарсың сонда сен еркін ерлік жасап жүрмін деп. Мысалы, менің бұл енді жастау көзімде жазған жүрім. Әлі де бұл көзқарасымнан таймаймын. Мысалы, ерлік деген нәрсе не? Ол адамның өзінің таза қалпын, таза табиғатын сақтап қалуда. Ал біздің қазақы табиғатымыз қандай еді? Ол енді қазақ деген халықтың, мысалы, мұсылман халық қой, шешендер, мысалы, бізде кеп, айдалып кеп, сөйтіп көшіп келген кезде қазақтың қасиетіне қатты таң қалған екен да. Әлі күнге дейін айтады ғой. Әлі күнге дейін. Бұл қандай халық Құдай-ау? Бұндай таза, бұндай адал, бұндай жаңағы жанашыр, бұндай да халық болады екен деп кеткен да. Ал енді сол халқымыздан біз қазір сәл ажырап қалдық қой. Ал енді жаңағы пәктік деген, адалдық деген нәрсе сол халқымызды сақтап қалумен өмір сүретін қасиеттер еді да. Сол қасиеттер қайттан қалпына келсе, біз іргелі елге айналар едік деген арман ғой бізге. Бәрекелді. Енді айтыс арқылы танылдыңыз ғой енді. Енді бұл кітап жазба поэзия. Сізге екеуінің қайсысы жақын? Мен негізі о баста енді жазба өлеңмен бастаған ба, ақындығымда. Жазба өлеңмен бастадым. Оған дейін бір талай өлең жазған мен. Сол өлеңдер жаңағы әбүйрек тосымда сақталғаны ғой енді. Кейін онымен табыстым. Ал енді менің негізі бағымды ашқан, мені алаш халқына танытқан айтыс негізі. Енді мен жазба әдебиетінен енді былай қол үзіп кеткен жоқпын айтыс берген кезде. Бірақ өте сирек жазып кетіппін. Сол айтысқа қатты көңіл бөлген ғой енді. Енді мына жазба өлең мен айтыстың арасында бір айырмашылықтар бар. Ол айырмашылық мысалы, сен жазба өлеңмен мына үстелдің басында отырсаң, сен ойланып, толғанып, ойың қандай жерге дейін көтеріледі, соны жаза бересің да. Сенің оқырманың бүгін болмаса ертең табылуы мүмкін. Ертең табылмаса бүрсі күн табылуы мүмкін. Ал айтыстағы айырмашылық не? Айтыста отырсын, аузынан сөз шықты ма, оны бірден көрермендер тыңдап отыр, көріп отыр. Сенің сол кездегі өнерің бойынша халық бағалайды да. Ал енді сен өйерде ойланып, толғанып отыра алмайсың. Және
мына оқу тыңдармандардың, көрермендердің мына талғамынан биіктеу бір нәрсе айтудың өзі қиын ол кезде. Ол қабылдамайды халық. Иә. Өйткені оны бүйтіп сарапқа салып, ақылға салып, талғамның таразысына салып отыратын көрермендерге де уақыт жоқ, Иә. ақындарда да уақыт жоқ. Оның бәрін ойлауын үстіне, оған дайын нәрсені беру керек. Терең ойдың оларға қажет жоқ. Бірден жұтылатын, бірден Иә, сіңетін, бірден қабылдайтын сөздер айтылу керек. сөз айту керек. Ал енді сен анау үйден жаттап келіп, жаңағы жазба әдебиетінің жолымен, сол бір терең ой, биік пікір айтам деп жүрсең, ол өтпейді. Енді жаңағы халық айтыста халық тез қабылдайтын нәрсе не? Суырып салмалық. Суырып салмалықты тез қабылдайды. Өйткені суырып салмалық кезінде адам өзінің ойын өте қарапайым түрде жеткізеді да, қарапайымдылық халықтың жүрегіне орын алады. Ал енді маған қайсы жақын екеуі? Мен екеуін де шетке теппес едім. Мүмкін болса, мысалы, шамам жетіп тұрса, айтысар ем әлі де. Бірақ оған енді қазір жастар өсіп кетті. Бұлар жастар жаңа толқын ғой. Жаңа толқын алдыңғы толқынды жағаға шығарып тастайды ғой. Сол сияқты отырмыз ғой қазір. Енді өз өлеңдеріңізді зұлымдыққа қарсы зұлпықар қылыш сияқты есептейсіз бе? Негізі сондай болса өлеңім деп сол мақсат тұтқам ғой кезінде. Бірақ енді дәл сол зұлпығар қылыштың деңгейіндегі өлеңдерім өте азау, өте аз. Бірақ жоқ емес деп те ойлаймын. Оны реті келсе айта жатарым бар. Ол өлеңдер осы кітаптың ішіне енді ме? Бір шамасы енді. Енді осы туралы айтып кетейін. Мысалы, бұл кітап жаңағы тез арада дайындалды дедім ғой. Бұның ішінде еңбек алған өлеңдер өте көп. Оны кейін тауып жатырмын. Мысалы, Рафаэль Ниязбеков деген менің немере ағам. Екеуміз де Айдардың немересіміз. Сол кісінің қалай жаңағы кездесу кешінде мен арнау айтқам. Талай рет. Соның бірде-бір арнауымды кіргізе алмадым ғой. Өйткені жоқ өлеңім, сақталмаған. Соны кітап шығып кеткеннен кейін біреуін тауып алдым. Сол осы кітаптың ішінде жүретін жөні бар еді. Сол сияқты жаңағы қазір менде архивім қызық өзі. Үй тар, сондықтан ана коробкада, мына коробкада, мына коробкада сақталады. Сондықтан Мүтәліп Ережапаев деген біздің бір зам редактор болған кісі бар еді, сол айтатын. Қағазды қағаз жеп қояды деп. Сөйтіп жаңағы қағазды қаттап қоя береміз ғой. Сол іздеген кезде жаңағы табылмайды да. Сөйтіп бір қағаз екі парақтың арасында қалып кетеді екен да. Жеп қояды ғой. Ұзақ тұрса бір-біріне жабысып қалатын болып тұр ғой. Сол сияқты нәрселер ғой, сол жаңағы. Енді сол дүниелер енді келесі кітабыңызға арқау болады деп Құдайға ойлаймыз, Құдай қаласа. Енді кітап шығарып үйреніп қалдық. Енді кітабыңызда аборт пен зұлымдыққа байланысты дүниелер айтылған екен, үндеулер бар екен. Сол туралы айтсаңыз, оған не түрткі болды? Қандай да бір оқиға болды ма өміріңізде? Енді ол рас қой енді. Ешбір өлең себебі жазылмайды ғой. Сіздің жаңағы жан дүниеңізге әсер еткен мәселелер, өзіңізді толғандырған мәселелер өлең болады. Әйтпесе өлең болмайды. Мына аборт туралы өлеңім, бұл өзі ол туралы айтатын әңгіме көп. Бірақ сіздің сұрағыңызға қарай орайластырып айтайын. Бұған жазуға түрткі болған нәрсе, енді ол кезде ол қайда осыдан бір 30 жылдай бұрын жазылды ғой, 40 жылдай ма? Сол кезде осы аборт деген ауру басталды ғой.
мынандай жағдай. Мысалы, менің әйелім өз не дейді ғой енді. Жалпы ұстамалы ауру бар еді. Соған босануға рұқсат бермей қойды. Дәрігерлер. Неге? Сен босану үстінде жаңағы приступың ұстаса, сен өліп қаласың. Ішінде балаң да өліп қалады. Болмайды деп. Соңғы не дейді енді? Аборт жасап алғызып тастар дейді. Аборт жасап алғызып тастар дейді. Оған енді көнетін адам бар ма? Біз оған көнген жоқпыз. Жаңағы әйелім де тәуекел деді. Сонымен жаңағы Құдайға шүкір, екі қыз бір ұл дүниеге келді. Әр қайсысына жаңағы аборт жаса деген мәселе шыға береді ғой, әр қайсысына. Ал енді сол аборт жасатпай сөйттік. Содан кейін не себеп ғой? Мына қазақ әйелдер барады ғой, роддомға. Соның көбісі сылтаудан сылтау тауып, ішіндегі баласын алдырып тастайды екен. Өйткені қазақ көбейіп кетпеу керек деген бір саясат жүріп жатқан сияқты ғой. Түсінесіз ба? Ал енді содан кейін жаңағы аборт туралы өлең жазбай көріңіз. Жаздық солай. Расында саясатта болуы мүмкін ғой. Қазіргі күннің өзінде де мысалы жаңағы өздігіңнен босалмайсың, кесір тілігімен алу керек дейді. Ал оны 3 реттен кейін болды, сен босануға болмайды. Бір шектеу бар сияқты расында, арнайы жасап жатқан бір саяси дүниеде болуы мүмкін екен, бірақ десе де сол кезде тәуекел еткеннің жемісі қазіргі балаларыңыздың дүниеге келуі, Аллаға шүкір. Егер сол кезде соған сенетін болса, онда мен тұқымсыз қаларым. Өйткені оны бір рет алдырғанның өзі келесі жолы оның бала көтере алмауына себеп болуы да әбден мүмкін екен. Енді кітабыңызда ол өлең бар ғой, енді өз аузыңызбен оқып беріңізші соны. Бауырлар-ау, бұл қалай? Бұлақсыз көл суалады, баласыз ел суалады. Халық даналығы. Балаларын бабалар көпсінбеген, бір-біріне серік боп өссін деген, 40 түрін қарғыстың білген қазақ, тұяқсыз қал деп бірақ тепсінбеген. Қазақ қуып қыр кезген ата-бабам, қуанышқа қашанда қаталаған, өгей ұлды өксітпей өсіргенді, қу бассың деп ешқашан атамаған. Құдайынан қызығын көп тілесіп, тербелсе деп тоқталмай, текті бесік, жатпай тұрмай жасиыз, аңсай берген басқалары боқсасып кетті десіп. Бақытта бұл, баласыз сірә жалған, болған бедеу бейбақта, бірақ арман, жатпай тұрмай дұға етіп, жалбарынып жаратқаннан жалғыз сұрап алған. Бар кезінде бармын деп тасымаған, жоқ кезінде жоқпын деп жасымаған, қазығында қарасы болмаса да, қазақ атам 10 жанды асыраған. Балал үйден дегендей бақ қашама, арыстай ұл туыпты ақ басына, отбасынан 10 бала өргітіпті, ардақтана орденін тақпаса да. Бала, кім оны жек көреді? Бал қызықтың белгері, көп керегі, бүгіндері бірақта кейбір кербез, бір ұл және бір қызбен шектеледі. Еркін судың жеттік пе ең шегіне, бала тәннің артық бір бөлшегіме, бір ұл бір қыз қалалық бауырлардың бара жатыр айналып өлшеміне. Бара жатыр бұл күні сезім жүдеп, бәз біреулер баладан безінді кеп, сары қарын салпетек болмау үшін құрсағының қояды көзін бүтеп. Ұрпақ болар, ұрықты бойға қамап, өмір жайлы өксірміз,
ойлап ағат, кейбіреудің көңілі балада емес, аңдитыны алтынмен тойдомалақ. Байлық шіркін болады кімге пана, бақыт бекен үлдемен бүлде ғана. Аборт атты ажалдың арқасында, азайыпта қалыптау шілде ғана. Болмас дейме бетіме сірә салық, сылаң қағып сылқым жүр рас анық. Жарық дүние аңсаған жан иесін, бір көрден ап бір көрге тыға салып. Таба қалса тобырдан толық қоштау, бір сұмдыққа боладау анық бастау. Тас бауырлық емес пе тіршілікті тәнге бүткен түйіндей алып тастау. Жазығыны бәрібір жазалайды, қайран болам жоқтаусыз қаза жайлы. Бар жоғында дүниеден білмей кеткен күнәсіздер көңілімді мазалайды. Белсемізден ырысқа кенелдік те, болашақты жамсата жөнелдік пе. Бауырлар-ау бұнымыз білгі үргенді, балаларым көрмесін дегендік пе. Бұзып жарып болмысты болмай халық, бұрыс кеткен бұзықты қолдай манық. Екі класс қашанғы біргеді, бала саны мектепте толмай қалып. Өмір сүргін келеме, өлі ту деп, жүргендерден болады не күтуге. Қазық бастар қоғамның мүшелерін дүниеге келтірмей кемітуде. Жарық дүние аңсаған жас баласын жоқ қылады сұмдығай, масқарашын. Жарларыңды жігіттер абайлаңдар, ұл адамды алдыртып тастамасын. Жақтырмасаң жырымды кектесе бер, жан емеспін әйтеуір жоққа сенер. Осы індетті жоятын туар біреу, оның өзі аборт болып кетпесе керек. Оны 80-ші жылдары 5 мамырда, май дейміз, баспасөз күніне арналған конференция болды. Аудандық мәдениет үйінде. Сол жиында мен енді ол штаттан тыс тілші деген атағым бар, әжептәуір. Сол жиында оқылды. Сол кезде аудандық газеттің бас редакторымен аудандық партия комитетінің 3-ші секретары әйел кісі еді. Сол екеуі қатар отырып қалған ғой. Сол өлеңді оқып болғанша ана кісінің санынан шымши беріпті ғой. Ол кезде бұл өте нетін цензурадан өтпейтін өлең ғой. Ол кезде. Енді жаңа қазақтың санын кеміту үшін өсіп жатыр деп ол кезде айтамадық қой. Мысалы қазір болса айтуға болар еді. Бірақ бұлай несін аудардық. Енді мен айтайын деп отқаным. Сол кезде аудандық атқару комитетінің орынбасары Бекзада Оразбекова деген кісі болды. Сол кісі арнайы өзінің жаңа кабинетіне мені шақырып алып, осы өлеңімді қайтадан оқытты. Мен өзі жатқа оқимын, әлі де жатқа білем ғой енді. Өлеңді берші дейді, қолымда өлеңім жоқ. Соңғы сол жерде машинсканы шақырып алып, мен диктовать етіп тұрдым. Машинска басып тұрды өлеңді. Сөйтіп мен бұл өлеңді таратам деді. Бұл өлең жарық көрмейді, бірақ мен таратам деді. Сол бір барғанымда айтты, Шорабек 56 жерге жібердім өлеңіңді деді. Сол талай жер рахмет айтып жатыр саған. Өлең бүкіл Қазақстанға тарады деп. Содан кейін өзімде жүрген тұрған жерімді оқимын. Содан кейін тағы көшіріп алған кісілері болды. Мысалы сол кезде мен қой бағадым. Сол қойда менің жаңа Боранбек деген ағамның помшабаны болдым. Соның бір бажасы, қазір атын ұмытып қалдым, келді. Бажасы болғанда енді әйелі қайтыс болып кеткен. Бірақ сонда араласып тұрады. Содан кейін сол
ақын екенімді де ол кезде айта беретінмін, мақтанып. Соған айтып қалдым ғой. Сөйтіп басқаны білмеймін дедім. Бір ақын шығыпты дедім. Иә. Осындай аборт жайлы өлең жазып, елдің бәрін неғып таң қалдырыпты. Сол менмін ғой дедім. Сен болсаң жаңағы берші өлеңді деді. Жоқ, мен жатқа білемін дедім. Иә. Ол кезде түстің кезетін мал жуыстап жатқан, езіп жатыр дейді. Иә. Содан енді өріске өретін кез кеп қалған, Иә. малға кетуім керек қой. Иә. Сөйтіп сенің орныңа мен бағам, жаңа өлең жазып береді. Иә. Мен соны жазып бердім. Енді сөйтіп жүрген тараған өлең ғой бұл. Содан енді бізде бір Райхан деген келіншек болды. Сол бір күні кеп маған Шорабек саған рахмет деді. Неге рахмет? Мен негізі мынау баласын көрсетті. Осыны мен аборт жасап алдырып тастайын деп жүремін деді. Сенің өлеңіңізді тыңдағаннан кейін, оқығаннан кейін. Осыны аборт жасатпай аман ақ қалдым. Содан мынау. Бірақ мен бұл баланың атын деді, Шорабек деп қойғым келіп, соны қоя алмадым деді. Сол үшін жаңа рахмет айтып жатыр маған. Соны енді бір өлеңім бір адамға өмір сыйласа, ол адамның мақсатқа жеткені ме, жетпегені ме, мен білмеймін. Бірақ біз білмейтін бұндай оқиғалар қаншама деп ойлаймын да. Мен жаңа бұған дейінгі қойған бір сұрағыма жауапты сіз енді беріп отырсыз да. Өлең арқылы қоғамды өзгертуге бола ма деген едім. Енді өзгертуге толықтай болмаса да, бірақ кейбір дүниені өзгертуге мүмкіндік береді екен ғой. Жаңа бір адамның баласының өмірге келуіне себеп болған бір өлең. Ал қанша өлең қанша адамның тағдырын өзгертуге мұрындық болып отыр деп айтуға болады. Сондықтан жаңағы айтыс туралы айта кетейін. Жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Облыста ең бірінші тігілген атты мен туып алдым. Иә. Республикада ең бірінші тігілген Көлік. темір тұлпарды тағы мен ұтып алдым. Сол темір тұлпарды ұтып алған кезде мен үлкен Асқар таудың асуынан асқандай болдым да. Өйткені менімен қарсыласым Әселхан Қалыбеков деген халық ақыны еді. Ол кісіні енді талай ақын шайнап тастаған ғой. Иә. Менмін деген талай ақын шайнап тастаған. Сонда құдай бір кезде өзімді шайнап алғам. Соған қатты дайындалып жүргем. Сол кезде түсіп қалды да ол кісі. Иә. Сөйтіп ол кісіден бағам сәл жоғары болып, соны тағы финалда Қанша Райсова деген ақынмен шығып, одан да мерейім үстем болды. Сөйтіп жаңа темір тұлпарды мінгем. Сол айтыс осы кітаптың ішіне еніп отыр. Иә. Соңғы бөлімде айтыстар деген. Айтыстар. Жаңа мен бағдарламаның басында айттым ғой. Жалпы тарихта қалатын дүние бар ғой. Біз енді қазір спорт майталмандарын айтамыз. Қазақтан шыққан әлем чемпионы тұңғыш. Қазақтан шыққан ауыр атлеті тұңғыш деп мақтанып жатамыз ғой енді. Олимпиададан мысалы жүлде алған тұңғыш қазақ деген сияқты. Дәл сол сияқты айтыс өнерінде де алғашқы деген дүние ол қашанда ыстық, қашанда бағалы, қашанда құнды, және ол тарих деп айтуға болады. Сол тарихтарды жасаған жаңағы айтыста өзі айтыс өнерінде алғаш бір жүлде берейік деп арғымақ тіккен болса, сол жаңағы атты ұтқан және көлік темір тұлпар тігейік деп бастамасын бастаған кезде соны алғаш болып ұтқан осы қазір ақсақал десе көркіне ақылына көркі сай ақсақалымыз Шорабек Айдаров болатын. Ол кісімен де осы бағдарламаны жүргізіп отыруда ол бір тарих деп санаймын. Сондықтан да сол айтыстарды, сол өлеңдерді, сол құндылықтарды оқу үшін мына Жарық Сәуе дейтін кітапты алып оқу керек. Қанша адамның тағдырына өзгеруіне себеп болған туындылар осы жинақтың ішінде бар. Енді осы бағдарламамыздың бір бөлігін тәмамдамас бұрын ақсақал сізге мына бір сұрақты қойғым келіп отыр. Бақытқа есік ашатын тұтқа қайда? Оны табу үшін адамға не қажет?
ең бірінші сол бақыт дегеніміз өзі не? Соған кішкене өзімнің анықтамамды бере кетейін. Бақыт дегеніміз адамның өміріндегі баянды қуанышы, баянды шаттығы, яғни оның жанының, жүрегінің тыныштығы. Оның жаңағы өмірінің мәнділігі деп ойлаймын да. Ал бақыт, мысалы көп адамдарға қазір бақыттың есігі жабылып қалған. Неге? Өйткені жаңағы біздің өмір тәжірибемізді алмастырып жібердік басқа бір дағдылармен. Жас жұрттан келген бір мінез құлықпен. Ал енді бақыт сол біздің өзіміздің дүние танымымызда, өзіміздің дағдымызда жатыр еді, ұлттық дағдымызда. Соның бәрін біз керек етпей, кері сырып тастағандай болып жүрміз. Сондықтан жаңағы бақыттың есін көп жауап алдық. Мысалы, енді қазір айтайық. Мынау қазір ана мен баланың арасындағы қарым-қатынас, күйеу мен әйелдің арасындағы қарым-қатынас, мысалы, ене мен келін арасындағы қарым-қатынас, бауыр мен бауырлардың арасындағы қарым-қатынас деген сияқты соза беруге болады ғой. Осылардың бәрі қазір басқаша сипат алып кетті, қарым-қатынас. Басқаша сипат алып кеткен сондай, олар бір-бірімен түсінісуден қалды. Бірақ бұрынғы кезде ата-бабаларымыз бір-бірімен жақсақ түсінісіп жүреді ғой. Өйткені ұлттық ұғым, ұлттық түсінік өзгеріп кетті. Ал енді бізде бақытқа барар жол, жаңағы баянды шаттыққа барар жол, баянды қуанышқа барар жол, өмір мәнін табар жол, ол біздің яғни қазақы дәстүрлерімізде, қазақы салтымызда жатқан сияқты. Мысалы, қазақты қазақ тұрған шағын әсетін кезінде. Тілі дегеніміз жаңағы салт саласы, әдет ғұрпы, менталитеті. Тілі, ділі, діні. Осы түгел болса, қазақ бұрынғы қалпын, қасиетті қалпын қайтадан табады деп ойлаймын. Қазіргі таңда, енді осыны түйіндей салайықшы, қазіргі таңда не істемек керек? Қазақы дүние танымды жетік білетін адамыз. Қазақы таныммен жүргісі келетін, оны ұстанатын ұрпақ санаулы. Қазір енді біз оны қалай қалыптастырамыз, оны қалай сіңіреміз деген сұрақ туындайды да. Сізше не істеу керек? Мен енді жаңағы бұл сұраққа жауабында мына кітаптың ішінде берген сияқтымын. Соны мұқият оқыған адам сол өзі түсіне жатар деп ойлаймын. Енді оны не істеу керек екендігін сіз дәл айттыңыз ғой, ол үшін кітапты алып оқу керек екен. Енді ақсақал, тамаша дүниелерді, өміріңіздегі болған дүниелерді, жаңағы алаштықтардың сөзін айтамыз ғой. Мен елім үшін не істей алам? Жарты жанқым қалғанша мен сеніке қажетіңе пайдалан, жараса алаш деген сияқты. Сіз де өзіңіздің қолыңыздан келетін, әсер ете алатын дүние осы өлең болғаннан кейін, өлеңмен өзіңіздің ойыңызды, өзіңіздің ұстанымыңызды айтар, жеткізер дейтін қыжылдарыңыздың барлығын осы кітапқа сыйғыздыңыз. Енді бұл кітап қазіргі қоғамға, келешек ұрпаққа расында ойын өзгертетін, өміріне бір нұр беретін, жарық сәуле болатын, бір жол бастайтын сәуе болсын деп мен де тілеймін. Бұл кітап қолыма тиді. Енді осы кітапты оқып, біз де бұның ішінен құнды дүниелерді өмірімізге бір серік етеміз деп ойлаймыз. Құрметті бауырлар, құрметті ағалар, құрметті әпкелер, мына жарық сәуе дейтін кітаптың атауының өзі ерекше екендігін өздеріңіз де байқап тұрсыздар. Қараңғылықтан бір жарыққа бастайтын, адассақ бір тура жол болатын, түсінбесек бірдеңкені түсіндіретін, ұғынбасақ бір нәрсені ұғындыратын туындылар осы кітаптың ішінде жарық көрді. 70 жыл ғұмырындағы жазған дүниелерін, түйген ойларын Жорабек Айдаров дейтін ақсақалымыз, ақын ұлдарыңыз
осы кітапты міне жарыққа келтіріп отыр. Ал енді осы кітапты алып оқимын, тапсырыс беремін дейтін болсаңыз, осы видеоның астында біз реквизиттерді қалдырдық, сол жерден хабарласып, сілтеме арқылы өтіп, кітапқа тапсырыс бере аласыздар. Ақсақал, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Енді бұл ғұмыры ұзақ, қолдан қолға тиіп оқылатын бір шығарма болсын деп тіледік. Әмин.